сабағымызды бастамас бұрын сендермен осы аптаның, яғни қаңтар айының бүгінгі аптасының дәйек сөзімен танысып алайық. Яғни жаңашылдық және заман талабы бойынша оңтүстік Корея елін алдым мен бұл жерде. Оңтүстік Корея елін өздерің білесіңдер, қандай жаңашылдыққа, жасампаздыққа ұмытылғыш ел екеніне. Яғни оңтүстік Корея бұл ел 20 ғасырдың ортасында аграрлық қоғамнан жоғары технологиялар мен инновацияларға негізделген дамыған мемлекетке айналды. Оңтүстік Корея үкіметі білім мен ғылымға көп қаржы бөліп, жаңа технологияларды қолдау арқылы әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің бірі болды. Әсіресе өзіміз қолданып жүрген қазіргі Samsung телефондары. Ал енді келесі бізде үй жұмысы бойынша баламызға викторина әдісімен жасамды тілек қазіргі бойынша мен QR бойынша алдым. Сендерге тапсырманы қызықтырып ойын түрінде алдым. Үй жұмысына жауап берем деген балалар бар ма? Күн жылуының әртүрлі таралуына байланысты географиялық қабықтардың қай заңдылығы анықталады? Дұрыс емес. Яғни бір сұрағымыз дұрыс екен үй жұмысы бойынша. Дұрыс емес, юсты басты. Яғни келесі. Дұрыс емес. Дұрыс. Кім екен? Географиялық қабықпен биосфера. Дұрыс емес. Яғни дұрыс жауап жоқ. Келесі үшінші қатырдан айнып келемі? Географиялық қалықтарда өзара байланысты нәтижесінде құрлықтарды мұхитта не қалыптасады? Дұрыс. Не қалыптасады екен? Географиялық қалықтар пен биосфера дамуына адамның ағзасы. Молодец, өте жақсы. Экватор фронтиске қарай бағытталған географиялық компоненттер, географиялық және табиғи кешендердегі заңдылықтары. Дұрыс емес. Өте жақсы. Көпбасшылар бағалау параны белгілеп отырмыз, өзіміздің. Ал ары қарай кетіп қалады. Бүгінгі жаңа тақырыбымызбен жаңа тақырыбымызды анықтамас бұрын, яғни тақырыпты айтпас бұрын сендерге мен осылай не дайындалып келдім. Hello, яғни привет, bonjour, сендер жақсы отын сараньо, яғни балалар, осының бәрі сендерге қандай не берді? Бүгінгі тақырыбымыз немен байланысты деп ойлайсыңдар? Тілдермен, өте жақсы. Яғни көрейік, қанекей. Жақсы, өте жақсы. Яғни тілдермен байланысты екен. Дүниежүзі халықтардың этнолингвистикалық, дүниежүзі халқының тілді және әлеуметтері мен топтары екен. Бүгін біз сендермен дүниежүзі халықтардың тілдерінің халықтардың этнолингвистикалық жіктелуін түсіндіреді екенбіз. Дүниежүзі халықтардың этнолингвистикалық жіктелуін түсіндіріп сипаттайды екен. Біз яғни әлемдегі тілдерді зерделеп талдаймыз, танысамыз. Үлкен тілдермен, дүниежүзіндегі көп тілдермен. Ал бүгінгі тақырыппен таныс болу үшін ары қарай видеороликпен Ангола, Макао, Мозамбик, Венесуэла және басқа елдерде колониялар құрып, португал тілін әлемдегі ең таралған тілдердің біріне айналдырды. Португал тілі Европалық одақтың және басқа да халықаралық ұйымдардың ресми тілдерінің бірі. Әлемнің 17 елінде орыс тілінде сөйлейді. Орыс тілі Ресей, Қазақстан, Белоруссия, Қырғызстан және Тәжікстанның ресми тілі болып табылады. Ол Украинада, Латвияда және Эстонияда кеңінен таралған. Орыс тілі Біріккен Ұлттар Ұйымының 6 ресми тілінің ішіне кіреді.
Әлемдегі ең көп таралған славян тілі. Балалар дәптерге түртіп алып отырамыз, иә? Араб тілінде 58 ел сөйлейді. Сауд Арабия, Ирак, Кувейт, Сирия, Ливан, Иордания және Мысырда. Араб тілінде сөйлеушілер ең көп шоғырланған. Араб тілі мұсылмандардың негізгі кітабы, Құран арқасында бүкіл әлемге таралуда. Араб тілі 1974 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының 6-шы ресми тілі болды. Испан тілінде әлемнің 31 елінде сөйлейді. Испан тілі орта ғасырларда Испанияда пайда болды және ұлы географиялық ашылулар кезінде бүкіл дүние жүзіне таралды. Испан тілі халықаралық ұйымдардың ресми тілі. Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық одақ, Оңтүстік Америка ұлттар одағы және тағы басқаларында. Хинди тілінде Үндістан, Непал, Бангладеш және Пакистанда сөйлейді. Үндістанда ағылшын тілі ресми тілдердің бірі болғанымен, хинди тілі көптеген ғалымдардың айтуы бойынша болашақта өте танымал болады дейді. Ағылшын тілі әлемдегі ең таралған тіл болып табылады, 106 елде. Ұлыбританияда ағылшын тілі ресми және негізгі тіл болып табылады. Үндістан, Ирландия, Жаңа Зеландия, Канада және Филиппин сияқты елдерде ағылшын тілі ресми тіл ретінде пайдаланылады. Бүкіл әлемде 1,3 миллиард адам сөйлейді. Сондықтан әлемдегі ең көп сөйлейтін тілдердің тізімінде бірінші орында. Қытай әлемдегі ең күрделі тіл болып саналады. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының 6 ресми тілдердің бірі. Түсінікті болды ма? Яғни ең бірінші әлем бойынша ең бірінші орын алатын тіл бізде қандай тіл екен? Қытай тілі. Екінші орында ағылшын тілі. Одан кейін хинди тілі өте жақсы. Яғни тілдер туралы сендермен білдік. Енді ары қарай келесі бізде тапсырмалар балалар. Осы қазіргі білген нелеріміз бойынша ары қарай міне бір ғана қолданыста бар ел, яғни бір тіл ғана қолданыста бар ел, ол бізде қандай ел екен? Жапония. Одан кейін 100-ден астам тілді қолданатын елдер Үндістан, Ресей, Қазақстан елдері екен негізгі мәліметтер. Енді балалар, тілдер екіге бөлінеді екен. Тірі тілдер және өлі болып бөлінеді екен. Ал тірі тіл дегеніміз не екен? Балалық кезден меңгерілген ана тілі, яғни тірі тіл деп аталады екен. Яғни біздің ана тіліміз қай тіл? Қазақ тілі. Сонда біздің қазақ тіліміз тірі тілдерге тобына жатады екен. Ал өлі тілдер, яғни қолданыстан шыққан тіл екен. Ол тілге қай тіл жатады екен? Ежелгі грек тілі, қазіргі таңда қолданыстан шыққан тілдер тобына жатады екен. Ал екі тілді экзайз және мокша тілдерінде сөйлейтін мордавалықтар, екі ұлтты тілдер Бельгия, Канада елдері екен. Ары қарай кеттік. Ақш тілінің диалекті. Диалект дегеніміз не еді? Кім айтады? Диалект, Абылай? Әр өңірде сөздердің басқаша айтылуы. Өте жақсы, молодец. Әр өңірде сөздердің басқаша айтылуы. Басқа қай тілдердің диалектері бар? Яғни ағылшын тілінің диалекті. Англия, ақш, Австралия, өте жақсы. Жаңа Зеландия. Өте жақсы, Абылай. Топбашылар белгілеп отырамыз. Енді этнология. Тілдер мен мәдениеттердің ұқсастығын ежелгі түп тамырына қарай отырып анықтайды. Бұндай жіктелуді, яғни
тіл әулеті деп атайтын. Бір халықты екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін ортақ белгілері бар қауымдастық, ол этнос деп аталады. Яғни, біз мысалға Бразилия, Африка елдері бәрі бір тіл, екі тілде, әртүрлі тілде сөйлегенмен, бірақ олардың этностары бір, қара нәсілдер, моңғол тектес халықтар да бар, ол этносқа Қытай, Жапон, моңғолдар кіріп кетеді, кәріс елдер кіріп кетеді, бірақ тілдері, этностары бір болғанмен, тілдері әртүрлі болып келеді екен балалар. Енді әрбір тіл әулеті бір-біріне жақын, басқа тілдерге ұқсамайтын тілдер тобынан тұрады екен. Ал тілдер тобынан екен. Үнді Европалық тіл әулеті тіл тобының бұл жерге тіл тобынан герман, славян, роман, кельт, балтық, грек, албан, армян, иран тілдері кіріп тұр екен. Ал Алтай тіл әулетіне келейік. Түркі тілдер тобы жатады екен, жалпы алғанда Алтай тіл әулетіне. Оған қазақтар, түріктер, татарлар, чуваштар, башқұрттар, өзбектер, қырғыздар, түркмендер, қарақалпақтар, ұйғырлар, әзірбайжандар, хакастар, тувалықтар, якуттар, тағы басқа сондай елдер кіреді екен балалар. Моңғолдар, буряттар, қалмақтар, тұңғыстар, амур маңы халықтары, ірендер, Корей, Жапон. Әркімнің ана тілімен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар екен. Біздің Қазақстанда балалар тілдер күні қай күні атап өтеміз тілдер мерекесі? 20 қыркүйек өте жақсы. Яғни қай жылдан бастап бекітілген екен біздің? Жақсы, өте жақсы. Ары қарай балалар, тапсырмаларға көшейік. Сендерге яғни мен қысқаша нақтылап түсіндіріп бердім деген ойдамын. Ары қарай енді тапсырмамен өзіміз қалай видеоролик бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Бұл жерде сендерге 5 минут уақыт беріледі, видеоролик бойынша балалар, уақыттарың аз қалды. Тура солай сразу да.
Bitti bağlar, ortamız oturar. Ay top oldu, bol gönderiyor. Bağlar taksırmama. Kay ne söyleydiğinin bärini sab aytып beremiz ya sizler. Bana videoda Oldu oldu. Al. Болды уақыт. Oldu bir stop geldi. Так, балалар бұл тыңдаймыз, тыңдаймыз. Бірінші топты тыңдаймыз. Біз бұл жерде әлемнің 10 түрлі елдерінің тілдерінің диаграммасын істеп шықтық. Бұл жақта ең көп таралған тілдерге Қытай тілі және ағылшын тілдері жатады. Және де үшінші орында испан тілі. Испан тілі мен хинди тілі. Әлемнің қанша несі сөйлейді екен, сонда Қытай тілінде қанша миллион халық видеоролик болып 1200 миллион адам Қытай тілінде сөйлейді. Бізде басқа да тілдер бар. Араб тілі ол бізде ислам дінінің арқасында таралған тілдердің бірі. Яғни Құран деді, иә? Және де бенгал тілінде 225 миллион адам әлемде сөйлейді. Тынышталамыз, үшінші топ. Индонезия және орыс тілдері бар. Орыс тілі ол орталық Азия және Еуропаның шығыс бөліктеріне таралған тіл. Қандай тілдер тобына жатады? Славяндық тілдер тобына. Өте жақсы отырыңдар. Топ ашып белгілеп отырамыз. Келесі келіңдер. Қай адамдардың ең көп тілі ол Қытай тілі. Қытай 1200 миллионнан астам адамдар қолданады. Ал екінші орында ағылшын тілі. Оны 520 миллион адам қолданады. Яғни араб тілі қаншасыншы орында екен? Араб тілі Араб тілі 5-ші орында. 5-ші орында екен. Ең соңғы орында 10-ші орында қай мемлекет деді? Жапон тілі. Өте жақсы отырды. Неғып сендерде аз болып қалды? 10 болу керек қой, 10 тілді деп тұрып қой. Яғни 6 тілге дейін. Ең бірінші орында сендер Қытай, ағылшын. Бізде ең бірінші орында Қытай тілі. Қытай тілі ол 1200 миллион халық адам сөйлейді. Ал ағылшын тілінде 520 адам сөйлейді. Испан тілінде 400 адам сөйлейді. Келесі орында бізде хинди. Хиндиде бізде 360 миллион адам сөйлейді.
Ал келесі араб тілі. Араб тілінде бізде 250 миллион адам сөйлейді. Орыс тілінде бізде 200 миллион адам сөйлейді. Яғни бұл жерде толық емес, мәлімет отырды. Өте жақсы. Ары қарай жалғастырамыз балалар. Топташылар, ағалар, қараңдар. Енді келесі ірі ұлттар және кең таралған тіл дерегі. Енді ірі ұлттар және кең таралған тілдер жаңа өздерінің диаграммасын көрсетіп өттіңдер қалды. Енді келесі тапсырма бізде осы бойынша ірі ұлттар, көп ұлттар, яғни көп ұлтты тілдер және бір тілді тілдер. Яғни мен қазір сендерге осындай екі мәтін берем. Осы көп ұлтты, кең таралған тілдер туралы және бір ұлтты тілдер туралы. Мәтінді оқып, көп ұлтты тілдер мен бір ұлтты тілдерді ажыратып, яғни постер түрінде көрсетеміз, балалар, дайындаламыз. Мен сендерге бұл тапсырмаға да 5 минут уақыт берейін. Әлде 7 минут уақыт берейін. Ал балалар, сендер тапсырманы орындап біткенше, жаңа тілдер бойынша мен мына жақта жеке тапсырмалар беріп өтейін балаларға. Сендерде екеуі көп тілді, бір тілді ма? Сендерге қандай тілді тапсырıyorсы? Бізде бір тілді, екеуі тілді. Дайындаласың балалар. Балалар түсінікті ма? Тапсырма? Архив поступления до записи дома. Как ты после дела? Ол тілде қай мемлекеттер сөйлейді, балалар мәліметті толық жеткіземіз,
Дайын тоқтар болса, қол көтереміз бала. Болды бабалар, уақыт бітті. Бірінші топ, ортаға келіңіздер. Көп ұлтты бір мәтін бойынша тақсима бұл жерде. Тыңдаймыз бір-бірімізді бағалап отырамыз, топ басшылар. Елдер екіге бөлінеді. Көп тілді елдер және бір тілді елдер. Көп тілді елдерге Швейцария, Канада, Индия, Бельгия, Южная Африка және Сингапур жатады. Бір тілді елдерге Жапония, Португалия, Оңтүстік Корея, Исландия, Венгрия, Армения жатады. Ең көп елдерде ең көп тілді елге Индия елі жатады. Ода 22 ресми тілі бар. Швейцарияда Көп тілді тілдер деген жалпы қандай тілдер екен ол? Содан бастасақ та болады. Бір тілді тілдер дегеніміз ше? Ол тек бір тілде ғана оқытылады. Ал, жақсы. Бұл ма? Португалияда 200 миллионнан астам адам оқытылады. Кейбір мектептерде ағылшын тілі мен португалия тілі бірге оқытылады. Жақсы. Отырамыз. Келесі, екінші топтаймыз ғой. тілдер екіге бөлінеді. Көп тілді және бір тілді елдер болып. Көп тілді елдерге Южная Африка Республикасы, Бельгия, Индия, Канада, Хинди, Сингапур және де Швейцария жатады. Мысалға, Швейцарияда 4 ресми тіл бар. Неміс, француз, итальян, романш тілдері. Бір тілді елдерге Исландия, Жапония және Португалия жатады. Исландия тек өз тілдерімен ғана сөйлейді. Жапония өз тілдерінің мәдениетін ұстанады. Португалия өз ана тілдерін ұстанады. Сонымен қатар бір тілді елдерге Венгрия мен Армения жатады. Көп тілді елдердің ішінде Хиндияда 22 ресми тіл бар, ал Швейцарияда Бельгияда 3 тілді ресми тіл бар. Олар француз, неміс және хорват.
Көптілді тілдер дегеніміз. Бірнеше ресми тілдері болуы. Кітаптерге түртіп аламыз балалар, иә? Көптілді тілдер дегеніміз қандай тілдер? Біртілді тілдер бағалап отырамыз. Үшінші топ келіңдер. Тілдер екіге бөлінеді. Олар көп тілді және бір тілді тілдер. Көп тілді тілдерде Швейцария, Канада, Индия, Южный Африка Республикасы, Сингапур, Бельгия жатады. Көп тілді ел бірнеше тілді ресми түрде қолданылатын немесе халыққа бірнеше тілде сөйлейтін мемлекет болып табылады. Ал Швейцарияда 4 ресми тіл бар. Олар неміс, француз, итальян және романш тілі. Канада 3 ресми тілде сөйлейді. Ағылшын және француз. Бельгия 3 ресми тілде сөйлейді. Олар фламанд, француз және неміс тілі. Южный Африканда 11 ресми тіл бар. Олар ағылшын, зуму сияқты соларға ұқсас басқа тілдер. Бір тілді ел дегеніміз халқының көбі тек қана бір тілде сөйлейтін мемлекет. Бір тілді елге Жапония, Португалия, Солтүстік Корея, Исландия, Венгрия, Армения жатады. Жапония жапон тілінде сөйлейді, Португалия португал тілінде, Солтүстік Корея корей тілінде, Исландия ислам тілінде, Венгрия венгр тілінде, Армения тілінде. Ал топбашылар бағалап отырамыз. Бағалау парағына ал бағана тапсырма берген анда топқа жеке тапсырма берген болатын мені. Ол біз яғни жазуға байланысты тапсырма берген болатын. Әр топтан жазу үлгілері. Негізгі жазу түрлері бойынша тапсырма берген болатын. Яғни әліпбилер бұл жерде латын, кириллица, басқа әліпбилер қалды, араб әліпбиі, Қытай әліпбиі. Осы негізгі жазу түрлері бойынша жеке тапсырма берген болатын. Әр топтан балаларға мына топта дайынбыз ба? Кім дайын? Жеке тапсырма бойынша. Шадияр дайынбыз ба екінші топтан? Келе ғой. Футбол береш орнына. Яғни көрсетейік тапсырманы. Бұл жерде тапсырма бойынша, жеке тапсырма бойынша зерттеу әдісі. Яғни мына жақта берілген тілдерді анықтау керек, әліпби бойынша. Бірінші сендері қандай? Армян тілі. Армян тілі дейді. Екінші ол бізде хинди тілі. Үшінші ол бізде Қытай тілі. Төртінші орыс тілі, бесінші ағылшын тілі. Алтыншы еврей тілі, жетінші тай тілі, сегізінші араб тілі. Соның ішінде еврей тілі қай әліпбиге жатады екен? Латын, кириллица ма, басқа нелер ма бар? Латын әліпбиге жатады. Карта бойынша. Мысалға, латын әліпбиге сендер берген тапсырмадан қай тілдер кіріп тұр? Латын әліпбиінен? Латын әліпбиінен ағылшын. Ағылшын өте жақсы. Тағы бар ма латын әліпбиіне кірген тілдер тапсырмада? Еврей тілі. Тілі жақсы. Дауысымызды шығарамыз. Болды ма? Отырамыз. Үшінші топ дайынбыз ба? Бірінші топ. Бірінші тіл бізге армян, екінші тіл хинди, үшіншісі Қытай, төртіншісі орыс тілі, бесінші ағылшын, жетіншісі еврей, сегізінші тай және соңғысы араб тілі. Яғни сонда Қытай қай әліпбиге жатыр бізде? Қытай әліпбиіне кіреді. Басқа Қытай тілінен басқа қай
елдер жатады Қытай әліпбиіне, Қытай тілі әліпбиіне, Жапония бірге, иә, тағы Солтүстік Кореяға, Жапон елдері. Жақсы, отырамын. Үшінші топ. Бірінші жазу армян әліпбиі, екіншісі хинди, үшінші Қытай, төртіншісі орыс, бесіншісі ағылшын, алтыншысы еврей, жетіншісі тай, және соңғысы араб әліпбиі. Араб әліпбиі, енді қараймыз. Араб әліпбиі. Міне, тағы да қандай жер кіреді екен? Араб әліпбиіне Араб әліпбиі қандай түспен беріп, жасыл түспен. Қандай елдер кіреді екен тағы? Картаға қарап қойып. Австралия, Алжир. Елдер тағы. Египет, Молодец. Канада, Жоқ, Канада бізде мынау латын әліпбиіне береді. Иран, Иран өте жақсы. Ирак. Иә? Отыра қойды. Ал балалар, ары қарай кеттік. Келесі бізде тапсырма. Бұл жерде дүние жүзіндегі кең таралған тіл әлеуеттерін таңдап, мен бұл жерде Амина, тез кірсеміз, онлайн опана кел, Амина шыға ғой. Сәйкестендіреміз. Екінші топтан дайын Дариға ма? Дана дайын отыр. Үшінші топтан Жансел дайын отыршы. Дайын отырамыз ашып. Амина аштың ба? Кірдің ба? Өте жақсы. Алтай тілдер тұрында қай елдерді кіргіземіз? Қырғызстан, Қазақстан, Алтай тілдер тұрған. түркі және үндіеуропалыққа ақш, Бразилия және орыс тілі. Уралға Италия, Ирландия және Дұрыс емес. Екі қате бар екен. Орыс тілі қандай тілдер тобына жатады? Славян. Қате. Дұрыс отыра ғой. Кел ал Жансел. Екі қате өте жақсы. Топ başı geride отырам. Негізі жақсы, өте жақсы. Алтай тілі, қазақ тілі, қырғыз тілі, үндіеуропалық тілге ағылшын тілі, орыс тілі, Бразилия тілі, Урал тіліне эстон тілі, Бұл жерде де екі қате бар. Дұрыс екен, өте жақсы. Барлығы дұрыс. Атап өтеміз. Алтай тілінен Қазақстан, Қырғыз, Түркия, 12. Өте жақсы, барлығы дұрыс. Өте жақсы балалар. Енді бүгінгі сабағымыз ұнады ма балалар? Бүгінгі сабағымызда көптеген мәліметтер білдік, тілдерге байланысты, жазу, әліпбиге байланысты. Енді
барлығымыз телефонымызды алып қолға QR-мен яғни мына жерде берілген Google аудармашыға кіріп ағылшын тілінде кері байланыс орнатып, яғни орнатайық шеканы барлығымыз. Ол мен өзім көрем неден ашып, маған түседі ол кері байланыс дейді. Қызықты ма, кері байланыс ұнады ма сендерге? Келеді дегендер бар ма? Яғни бұл бағанағы жазу үлгісі бойынша әліпбиге байланысты. Маған сабақ ұнады. Енді соны Google аудармашыға кіріп, ағылшынша белгілейміз. Ағылшынша қалай болады екен? Ал балалар үйге тапсырма. Осы бізде мәтінді толық естеп меңгеріп, кескін картаға түсіріп, тілдердің несін келесі сабаққа жақсылап дайындап келеміз. Бағанағы берілген мәлімет дәптерге түртіп аламыз, сабаққа дайын болып келеміз, кескін картамен жұмыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге көп рахмет.